Барлығыңызға сәлем достар, сен бүгін мен әдеттіге Батыржан және де достар. Бүгін бізде сұрақ жауап 3. Бізде достар алдыңғы сұрақ жауаптан бері 8 видео өтті. Және де сол өткен 8 видеодан кейін бізде қаншама сұрақтар туындады. Және де мен сол сұрақ жауаптарды қолданатынмын деп шештім. 4 пен 5-ті білмеймін қашан шығаратынымды, оны может быть кейін сұраймын 1-2 жылдан кейін, но немесе осы жылда шығуы мүмкін 1-2 айдан кейін, даже 1 апта, оны білмеймін әзірше. Ал ендеше достар, бүгін біз сұрақтарға жауап беруге көшейік. Бірінші сұрақ ол бізде саған сұрақ, сенің достарыңның саны 10-ға жете ме? Жетсе айт топ 10 достарымды дейді. Менің топ 10 достарымның аты Тамерлан, Нұралы, Еламан, Нұрасыл, Ернар, Итары, Ибрахим, Солих, примерно осылар. Ал енді кімдерді айтсам, ютубер достарымдар, ол Кирилл мен Нұрбек. Осылар ғана. Достар, мұнда мен сыныптастарымның есімі жоқ, оларды қоспаған себебін сосын айтатын боламын. Ал ендеше екінші сұраққа көшейік, ол бізде ауылына обзор бола ма? Менің тұрып жатқан ауылыма обзор, достар, скоро шығады, жазда емес, 1-2 күннен шығарам деп шештім. Соны күтіңіздер, мен қандай ауылда тұрамын, соны көрсететін боламын. Енді достар, біздің осы рубрикадағы, осы видеодағы ең ұзақ сұрақ, ол бізде саған сұрақ. 3-ші сұрақ жауап рубрикасында қолданасың. Сенің қызың бар ма? Менің қызым жоқ, 1-ші сұрағы. 2. Сен қай ютуберді ұнатасың? Мен Мистер Бисті ұнатамын. 3. Қандай тамақ ұнатасың? Мен индийский маты. Оны сосын көрсететін боламын қандай тамақ екенін. 4. Қанша подписчик болған қалайсың депті. Мен 100 000 подписчикті қалаймын, себебі мен серебряный кнопканы ұнатамын, сол менде болса екен. Ал енді тағы да бір сұрақ, ол бізде бұл бізде сұрақ жауап 3 бола ма? Әрине, дәл қазір сен сұрақ жауап 3-тесің. Ал енді келесі сұрақ, ол бізде модтың аты қандай дейді? Достар, бұл оңай. Жай ғана мод деп жазасыздар, және де сендерге шығады. Соны біреуін таңдайсыздар, скачать етесіздер, и все. Өзіңіздің версияңызды таңдайсыздар. Онда көбінесе мықты версиялар, сондықтан 1.17 сондай сендерге жақсы болады. 1.17-тен бастап. Ойбай, далада жаңбыр жауып кетті. Енді достар, келесі сұраққа көшейік. Ол бізде қалай күшті қылып істейсің? Менікі качествоны 0-ға. Достар, качествосын оны бір приложение арқылы видеоның очищениясымен және де оның пикселің максимальный қандай бар, сондайға қоясыздар. Сосын енді качествосы өзі шығады әдемі болып. Бұл сұрақтың жауабы осы. Ал бұнда 100 000 подписчикті тойлайсың ба дейді. Әрине 100 000 подписчикті мен тойлаймын. Себебі ол әзірше менің арманым. Сондықтан мен оны тойлаймын. Ал енді дәл осы адамнан дәл сол моментте тағы да бір не кепті бізде сұрақ. Ол бізде бұл сұрақта бізде достар өз подписчиктерімді жақсы көресің ба? Өз подписчиктерімді, мен бұл сұраққа әрине деп жауап беремін. Мен өз подписчиктерімді жақсы көремін. Және де солардың арқасында мен 500 подписчикке жеттім. Даже уже 500-ден асып кеттік. 518 болды, бір күнде потолок жинадық. Ал достар, бізде осы уақытқа дейінгі болған сұрақтарды ғана алдым. Біз және де сол сұрақтардың бәріне жауап бердік. Бізде сұрақтар осымен бітті. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.